520 есеп берілген сандарға кері сандарды атау керек ауызша. Мысалға 10-нан 3-ке кері саны 3-тен 10 болады. Яғни алымдары мен бөлімдері орындарын ауыстырып берген. 5-тен 4-ке кері сан 4-тен 5 болады. Сол сияқты қалғандарында да дәл солай 15-тен 3-ке 13-тен 15, яғни орындарын ауыстырамыз. Кері сан дегеніміз солай болады. Кері сандар өзара тең болмайды. Олар бірдей сандар емес. Кері сандар дегеніміз тек яғни алым мен бөлімі ауысып тұратын сандар. Келесі 521 есеп. Теңдеулердің түбірлерін табыңдар дейді. Бізде x көбейтілген 13-тен 5 тең болады 1-ге. Бұл жерде x-ті табу үшін біз 1-ді бөлу керекпіз. 13-тен 5-ке. Енді бөлу амалын орындағанда, жай бөлшектерде бөлу амалын орындау барысында, яғни мына бөлуді міндетті түрде көбейтуге айналдырамыз. Көбейтуге айналғанда ол кері санына ауысып кетеді. Яғни 13-тен 5-ке кері сан 5-тен 13. Енді бірді кез келген санға көбейтсек, сол санымыз шығады, яғни 5-тен 13 шығады. Немесе оны аралас сан түрінде жазатын болсақ, 2,5-тен 3 болады. Келесі 21-дің екіншісін қарайық. 7-тен 6 көбейтілген x-тен 1-ге. Бұндағы x-ті табу үшін тағы да 1-ді бөлеміз 7-тен 6-ға. Бөлуді міндетті түрде көбейтуге ауыстырамыз. Сонда ол кері санына көбейтіледі, яғни 6-тан 7-ге көбейтіліп кетеді деген сөз. Яғни 1-ді 6-тан 7-ге көбейтсек, ол 6-тан 7, немесе 1,6-тан 1. 10-нан 9 көбейтілген x тең болады 1-ге. Бұнда x табу үшін осы 1-ді бөлеміз 10-нан 9-ға. Яғни көбейтуге айналдырып жіберетін болса, ол 9-дан 10 болады. Яғни 9-дан 10 шығады деген сөз. Бұл бізде бұрыс бөлшек болғандықтан аралас санға айналдырып жазамыз, 1,9-дан 1 болады. Келесі 4-шісі. Y-ті табу үшін 1-ді бөлеміз 16-дан 11-ге. Ол дегеніміз 1 көбейтілген 11-ден 16. Яғни Y-тің мәні 11-ден 16 шығады. Оны бұрыс бөлшекті аралас санға айналдыратын болсақ, 1,11-ден 5. Бесінші есепте солай шығарылады. Y-ті табу үшін 1-ді біз бөлеміз 51-ден 20-ға. Бұл жерде бөлуді көбейтуге айналдырып жіберсек, 20-дан 51. 20-дан 51 шығады 1-ді көбейтсек. Оны аралас сан түрінде жазатын болсақ, мына бізде бұрыс бөлшек 2,20-дан 11. Соңғы 6-шы есеп. Бұл жерде бөлуді көбейтуге айналдыру керекпіз. Және көбейтуге айналдырғанда мына бөлшегіміз кері санына ауысып кетеді. Y дегеніміз 32-ден 35 бұрыс бөлшегін аралас сан түрінде жазатын болсақ, 1,32-ден 3 болады. Келесі 522 есепте осы сандарға кері сандарды табу керек. Мысалға 1,5,9-дан 2-ге кері санды біз 1-ден осылай таба алмаймыз. Бұл бізде аралас сан себебі. Бұған кері сан табу үшін бірінші бұны бұрыс бөлшек түрінде жазып аламыз. Яғни 9-ды 5-ке көбейтіп, оған 2-ні қосамыз. Сонда бізде 9-дан 47 болады. Оған кері сан 47-ден 9 болады. Яғни біздің бастапқы берілген 5,9-дан 2 деген аралас санға кері сан 47-ден 9 болады. Келесі екіншісі 6,5-тен 3-ке кері санды табу үшін бірінші бұрыс бөлшек түрінде жазып аламыз. Яғни 5-ті 6-ға көбейтіп 3-ті қосамыз. 5-тен 33, оған кері сан 33-тен 5. Келесі үшіншісі 4,9-дан 4-ке кері сан табу үшін бірінші бұрыс бөлшекке айналдырып аламыз. 4, 9, 36, 40, оған 4 қосамыз 40. Оған кері сан
40-тан 9. Төртіншісі 4,7-5. Оны да бұрыс бөлшек түрінде жазамыз. 7-тен 4-ке бөлсек 28, оған 5-ті қоссақ 33. Оған кері сан 33-тен 7 болады. Ары қарай 9,7-тен 4. Бұны бұрыс бөлшек түрінде жазсақ 63, оған 4-ті қосамыз 67. Кері сан 67-тен 7 болады. Келесі 523-ші есеп. Сыйғанша есептеп тастайық. 523-ші есепте бөлуді орындау керек. 5-тен 2 бөлінген 25-тен 2. Бұл жерде бірінші бөлуді көбейтуге айналдырамыз да, ал мына 25-тен 2-ге кері санына көбейтеміз, яғни 2-ден 25 болып кетеді. Осы жерден бірден қысқартулар орындай беруге болады. Немесе бүйтіп өзімізге ыңғайлы болу үшін былай жазып алайық. Бірінші 2 көбейтілген 25, 5 көбейтілген 2 деп. Енді осы жерден қысқарту орындайық. 2 мен 2 қысқарып кетті. Мына 5 пен 25 қысқарады. Мында 1, мында 5. Мында 1-ден 5 шығады, немесе оны 5 деп жазамыз. Келесі екіншісі 3-тен 2 бөлінген 15-тен 14. Бұл жерде 3-тен 2 қалады. Сол күйінде көбейтуге айналдырамыз. Көбейтуге айналдырғанда мынау кері санына көбейтіледі, яғни 14-тен 15 болып кетеді. Мына 2 мен 15 көбейтіледі деген сөз, 3 пен 14 көбейтіледі. Бұл жерде қысқаратындар мына 2 мен 14 қысқарады, мында 7 болады. Және 3 пен 15 қысқарады, 5 салымында. Сонда 7-тен 5 болады екен. Үшінші есепте 28-тен 3. Бірінші бөлшегіміз тым өзгермей қалады. Бөлу болғанда бірінші бөлшегіміз тым өзгермей қалады да. Мысалы 28-те 3. Көбейтуге айналдырғанда мына 7-тен 6 дегеніміз, яғни кері саны болып ауысып кетеді. Сонда мына 3 7-ге 28 6-ға көбейтіліп жатыр. Оны қысқартамыз. Мына 4 болады. Сонда алымында 1 қалып тұр, бөлімінде 8 қалып тұр. 8-ден 1. Мына жерде 10 санына кері сан. Яғни бізде мынандай 10 деген натурал сан тұрса, оның бөлімінде 1 бар деп ойша есептейміз. Оған кері сан 10 деген натурал санға 10-нан 1 болады. Енді есептейтін болсақ, мына жерде 2 мен 10 қысқарады. Сонда 15-тен 1 болады. Келесі 8-ге бөлеміз деп тұр ғой, сонда да мына жерде ойша 1 бар деп есептейтін болсақ, 5-тен 4-ті көбейтеміз, 8-ден 1-ге болып кетеді. 8 деген натурал санға кері сан 8-ден 1 болады. Осы жерден енді есептейтін болсақ, алымдарын бөлек, бөлімдерін бөлек көбейтіп алайық. Енді қысқартуларды орындауға болады. Сонда 10-нан 1 шығады екен. Мында 4 деген натурал сан алымына көбейтіледі. Яғни 5-ке бөлшектің үстіндегі санға көбейтіледі. Қысқаратында 1, мында 2 болады. Сонда 1-ден 10 немесе 10-нан 3 шығады. Бұл жерде бөлінгіш солай қалады, яғни 21. Көбейтуге айналдырғанда мына екінші бөлгішіміз кері санға ауысады. Мына 21 натурал саны алымына көбейтіледі, яғни мына 8-ге көбейтіледі. 21 көбейтілген 8 түрінде жазамыз. Енді барып қысқарту орындалады. 7, мында 1. Мында
56. 56-ны 1-ге бөлсек, ол 56 болады. Көбейтілген 5-тен 8 болады. Мына 25 8-ге көбейтіледі. Енді қысқарту орындасақ, мында 5, мында 1-ден 40 болады, немесе 40-тың өзі шығады. 40-ты 1-ге бөлсек 40 болады себебі. Мында 8 қалады орында. Бөлуді көбейтуге айналдырғанда мына кері санға айналып кетеді. Бөлгіш. 16-тан 21 болып. Мына 8 21-ге көбейтіледі. Так, 2-ден 21, немесе 10 бүтін аралас сан түрінде жазсақ 2-ден 1 болады. 13. 8-ден 1-ді 4-тен 3-ке бөлеміз. 8-ден 1 қалады, көбейтілген 3-тен 4 болып ауысып кетеді. 1 мен 4-ті 8 мен 3-ті көбейтіп жазатын болсақ, мына жерде 4 пен 8 қысқарады екен. Алымында 1 қалады, бөлімінде 6, 6-тан 1 болып қалады. 14-ші есеп. 2-ден 1-ді 9-ға бөлеміз. Бұл дегеніміз 2-ден 1-ді көбейтеміз 9-дан 1-ге деген сөз. Алымдары бөлек, бөлімдерін бөлек көбейтеміз. 18-ден 1 шығады. 5-тен 2-ні 7-ге бөлеміз. 5-тен 2 көбейтілген 7-тен 1 болып кетеді. 35-тен 2 болады сонда. 4-тен 3-ті 16-тан 9-ға бөлеміз. Ол дегеніміз 4-тен 3-ті көбейтеміз 9-дан 16-ға деген. 4 пен 16-ны қысқартамыз. 4. Мында 3 пен 9-ты қысқартамыз. 3-тен 4 бұл бұрыс бөлшек. Аралас сан түрінде жазсақ 1/3-тен 1 болады. Ары қарай 524-ші есеп. 25-тен 6 көбейтілген, бөлінген 5-тен 3-ке тең болады. 25-тен 6-ны көбейтеміз 3-тен 5-ке. Қысқартамыз. 5-тен 2 шығады. Он 5-тен 8-ді көбейтеміз 20-дан 21-ге. Енді қысқартулар орындайтын болсақ, мына жерде 21 мен 15-ті 3-ге қысқартатын болсақ, мында 5, мында 7, 8 пен 20-ны 4-ге қысқартатын болсақ, мында 5, 2, мында 5, басқа қысқаратындар жоқ, яғни 25-тен 14 шығады. 5-ші есеп. 15-тен 14-ті бөлеміз 33-тен 28. Бірінші бөлшегіміз сол күйінде қалады. Бөлуді көбейтуге айналдырамыз да, екінші бөлшегімізден кері санын ауыстырамыз. Алымдарын бөлек көбейтіп, бөлімдерін бөлек көбейтіп жазғалайық та, осы жерден қысқарту орындайық. Мында 3-ге қысқарады 5, мында 11. Мында бөлімі 10, алымы 11 шығады. Ол дегеніміз бұрыс бөлшек. Аралас сан түрінде жазсақ 1/10-нан 1 деген аралас сан шығады. 4-ші есеп. 43-тен 39 бөлеміз 43-тен 13. 43-тен 39 қалдырамыз да. Мыналарды ауыстырып жазатын болсақ, 13-тен 43 түрінде жазылады. Үш қалады сонда.
525 есепте мына аралас сандарды бөлу үшін оларды бірінші бұрыс бөлшекке айналдырып алуымыз керек. Яғни 5-тен 3-ке көбейтіп 4-ті қосамыз, ол 5-тен 19 болады. Оны бөлеміз 10-нан 57-ге. Енді мына бөлуді міндетті түрде көбейтуге айналдыруымыз керек. 5-тен 19 көбейтілген болады. Енді мына 10-нан 57-ге керіс бөлшек, керіс сан, яғни 57-тен 10 болады. Енді алымдарымды бөлек, бөлімдерімді бөлек көбейтіп алайық. 19-ға 10 көбейтіледі, 5-ке 57 көбейтіледі. Осы жерден қысқартулар орындаймыз. 19 пен 57 қысқарады, екеуі де 19-ға. Мұнда 3 болады. Мұнда 5-ке қысқарады, мұнда 2. Сонда бізде 3-тен 2 деген жауап шығады. Қалғандарында сол тәсілмен осы түрде орындаймыз. Барлығын аралас сандарды міндетті түрде бұрыс бөлшек түріне айналдырып және бөлуді көбейтуге ауыстырып амалдарды солай орындаймыз. есепте шаршының периметрі, яғни периметрді табу үшін біз 4 көбейтілген, яғни қабырғаға еді. Енді осының периметрі белгілі бізге. 4,5-тен 4 екен, 5-тен 4 метр екен белгілі болса, шаршы қабырғасының ұзындығын тап дейді. Яғни біз жаңа айттық, 4 тең бізге 4 көбейтілген а дегеніміз ол осыған тең болып тұр. Осыдан а деген белгісіз санды табу үшін қабырғасын онда 4,5-тен 4-ті біз бөлуіміз керек 4-ке. Жалғастырып есептей берейік. Бұл аралас санды міндетті түрде бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 5-тен 24 бөлуді көбейтуге айналдырсақ, мына бөлімінде 1 бар деп ойлаймыз, яғни 4-тен 1-ге көбейтеміз деген сөз. Бөлімдерін бөлек, алымдарын бөлек көбейтетін болсақ, бұл жерде қысқарады. Екеуі де 4-ке қысқарады, сонда 5-тен 6 деген шығады. Ол дегеніміз аралас сан түрінде жазатын болсақ, 1,5-тен 1. Сонда жауабы шаршының қабырғасы, яғни а дегеніміз 1,5-тен 1 дециметр болып тұр.